ғылыми зерттеулерде енді жиі қолданып жатқандар бар, қолданбай жатқандар бар. Әлі осындай сұрақтарда туындауы мүмкін: қолданайық па, немесе қолдануға болады ма этикалық тұрғыдан. Ә, енді академиялық жұмыста, сабақ беруде болсын, немесе студенттер тарапынан болсын, жиі көп қолданылады жасанды интеллект. Ә, силабус кейде дайындау үшін, басқа нәрселер үшін дегендей. Ал зерттеуге келгенде енді әртүрлі фидбек алып жатырмын өзім, жаңағы әріптестерден. Мысалы біреулер қолдана бастаған, дегенмен ә, дұрыс жауап бермейді, жаңағыдай галлюцинация, өтірік, болмайтын қосып қояды кейде, қосымша ақпарат дегендей. Сол үшін қолдана тастап кеткендер бар, немесе жаңа этикалық тұрғыдан бұл дұрыс болмайды деп қолданбайтындар бар. Жалпы әртүрлі сұрақтар туындап жатыр. Өз ойымша негізі жиыды жасанды интеллектті қолдануға болады және қолдану керек. Бірақ ең маңызды сұрақ оны қалай қолдану. Иә, осы үлкен мәселе. Бүгін соған көбінесе жауап беруге тырысамын. Тиімділікті арттыру үшін қалай қолдануға болады, және де этикалық тұрғыдан. Енді үш нәрсе бар негізі: тиімділік, этика және үйрену. Үйренуді қосып жатырмын. Неге? Өйткені жасанды интеллект қолдану кезінде кейбір концепттер бар. Мысалы скилл атрофи, дағдылардың жойылу деген концепттер бар. Оны да кішкене талқылаймыз. Және осыларды мен жаңағы платформаға енгізуге тырыстым. Максималды түрде қолдану тәуекелдерін азайту мақсатында. ә, Тиімділікке келгенде әрине промпт инжиниринг туралы кішкене сөйлесеміз. Этика, мынау жүйелік және тексеру сияқты нәрселер. Және үйренуге қатысты платформада зерттеу тәсілдері курсы да бар. Ол туралы да қазір айтып кетемін. Енді промпт инжиниринг туралы айтатын болсақ, негізгі платформа промпт инжинирингке негізделген. Яғни көбінесе бір беттік, енді былай бір жарым беттік промпттар, сол промпттардан тұрады негізі. Және олар жалпы жасағанда біраз соңғы бір 2 жыл өзім эксперимент жасап жатырмын. Жалпы зерттеу жұмысында қолдануда. Бәлкім мына жақта мені танитындар бар. Оның алдында от идеи публикаций кітап жазғанмын 2017 жылы. Біраз ол жақсы тарады ол кітап. Қазірде осы от идеи публикаций, жаңағы идеядан жарияланымға дейін осы промпттарды тізіп шықтым. Мен осы промпт инжиниринг мысалдарын көрсетейін платформада дереу. Негізі платформа осылай: methodmate.ai осы нем бойынша сайтында. Жалпы бұл жақта ең үлкеніне промпттар мына жерде имарат бойынша тізілген. Яғни логикасы қалай болды? Жалпы мен өзім мынаны бастағанда енді зерттеуде қолдана бастадым әртүрлі промпттарды. Жаңа промпт инжиниринг курсында өтіп алдым, Курсерада, басқа нелерде дегендей. Сосын біраз промпттар қалыптасты. Кейде қайда әртүрлі жаңа файлдарда, фолдерларда болған соң, папкаларда бір жинақтайын деген ой келді. Сосын жинақтаған соң елдермен де бөлісейін. Осындай бір ой келіп, негізі осы платформа солай шықты. Негізі өзім қолданып жатқан, одан кейін оларды жүйелеп осылай ұсындым. Жаңа идеядан жарияланымға дейін дегендей. Мақала табудан, мысалы сізде мен мындай бір жағдайды алдым. Делік докторант немесе жаңа бір тақырыпты бастап жатқан зерттеуші, бір тақырып бар дегенде, немесе бір жоба ұтып алдыңыз делік, гранттық жоба, немесе заявка жазып жаттыңыз. Бірінші осыған қатысты мақалаларды табу, әдебиет талдау. Яғни бір мақаланы жариялау үшін дегендей, ең бастысы аз зерттелген гэп дейміз ғой, аз зерттелген бір тұсты тауып, бір жаңағы ғылыми бір салада соған негізделген дұрыс. Неге? Өйткені сол кезде жаңа novelty, жаңалық, иә, жаңа бір нәрсе ұсыну ықтималы көбірек, мақала жариялану ықтималы көбейеді. Сол үшін мынау ең маңызды қадам. Мен содан бастадым. Ары қарай жаңа методологияға қатысты, зерттеу жаңа нәтижелерін жазуға қатысты, одан кейін мақалада жаңа дискашн дейміз, ол нәтижелерді біз талқылаймыз.
қорытынды жазамыз осыған дейін. Сосын публикацияға қатысты жаңағы кіріспен жазу, немен бөлсем, записпен бөлсем мен, кіріспе жазу дегендей дереккөздер арқылы тұжырымдарды тексеру, там рецензенттер табу сияқты нәрселер, осыған көңіл бөлдім. Енді бір мысал ретінде көре тұрсақ, жаңағы промпт инжиниринг мысал ретінде, мынаған view prompts, мысалы тақырыпқа қатысты мақала табу, иә. Бұл жерде мен екі альтернатива бердім. Бір Scopus, екінші Google Scholar, Google Академия. Негізі әрине Scopus дұрыс болады, егер мысалы мына жүйелі әдебиетке шолу дейміз ғой, systematic literature review, сондай мақала жазып жатсаңыз, делік призма несін қолданамыз, ол жерде скопусқа қандай кілт сөздер қолданды, қанша мақала таптық, қаншасын іріктедік дегендей методологиясын жазу керек болады. Ал кейде скопусқа қолжетімділік төмен болуы мүмкін, әркімде, әр университетте бұл жоқ. Ондай кезде Google Академияны қолдансаңыз болады. Мен мына скопус негізінде көрсетейін. Бұл жақта, яғни бұл промпт сіздің тақырып бойынша делік скопусқа іздеуге көмектеседі. Бұл да өте маңызды негізі, жақсы мақала табу деген нәрсе. Мына жақта промптты копиялайсыз, делік өзіңіз қалаған бір платформаға, қолданатын платформаға енгізесіз. Яғни мына жерде промпт инжиниринг дегенде біраз негізі қысқа промпт емес бұлар. Ары қарай промпт сізді өзі жетелейді. Яғни сізден делік мына жақта тақырып сұрайды. Делік мен мындай бір тақырып жазайын. Сосын айта кетерлік мәселе, бүкіл промпттар ағылшын тілінде, және де ағылшын тілінде жұмыс істеген дұрыс. Иә, тіл жағынан мындай нәрсе, егер қазақшалау немесе орыс тілінде жасау өте оңай, дегендей, қазақша интерфейс несін, бірақ мен тексеріп та көрдім, нәтижелер өте басқа болады. Өйткені мынау large language models, иә, LLM, тіл модельдері, үлкен тіл модельдері, олар тілге қарай контекстті белгілейді, соған қарай нәтижелер береді. Яғни сіз орысша жазсаңыз немесе қазақша жазсаңыз, мүлдем басқа нәтижелер болады дегендей. Кейде дәл қалағанымыздай болмайды. Әсіресе мақсат жаңағы халықаралық журналдарда немесе осындай бір интеграция болса, онда сәл кішкене, бірақ қазақ тілінде де болады. Ең жақсысы мына жақта бір чатта ағылшын жұмыс істеп, оны ана жақтағы екінші чатта қазақша аударып нетіп тұру. Солай сөйлессеңіз де болады дегенде, егер тіл жағынан қиындықтар болса, ең оңайы сол дегендей. Мына жақта тақырыпты сұрап жатыр. Мысалы мен делік, егер ағылшын тілі деңгейі төмен болса, басқа бір екінші чат ашып қойып, тақырыпты қазақша жазады, ол ағылшында, сіз мына жаққа ағылшын тілге салғаныңыз дұрыс негізі. Impact of AI on research productivity деп жазайын. Тақырыбым жалпы жүйенің зерттеу тиімділігіне деген әсері. Сосын ары қарай жетелейді. Мына жақта мен кішкене үйрену немесе үйрету принципіне қостым. Тек қана жалпы не дейміз, сізге нәтиже бермей, қандай несін түсіндіреді, қалай жұмыс істеп жатқанын түсіндіреді. Мына жақта мысалы PCC фреймворк қолданады. Яғни кілт сөздердің шығарудың өзі бір өнер негізі. Мысалы population concept context деген не бар, методологиясы бар. Соған қатысты соны қолданып, сізден сұрақтар сұрайды ары қарай. Бірнеше сұрақ сұрайды, соларға жауап берсеңіз, ары қарай сізге әдемілеп жаңағы Google Академия үшін немесе Scopus үшін дайын жаңағы не береді, іздеу кілт сөздерін береді іздеу үшін. Ол жақта тек қана кілт сөздер емес, жаңағы and, or, кавычка, бүкіл жаңағы булин дейміз болады, оларды реттеп береді дегендей. Оны ары қарай мына жақта мысалы Scopusқа қалай қою. Google Академия оған қатты видео қойған жоқ, просто неге жаңағыдай іздеу боксына қойып, ары қарай іздей бересіз ол нені, жаңа алған нәтижені. Бірақ ол үшін басқа промпт қолдану керек мына жақтағы. Негізгі жұмысы солай. Ары қарай мысалы кете бергенде, жаңа айтатын ғой, бұл жүйе жаңа неден бастап, идеядан бастап ары қарай кете береді. Мысалы мақалалар таптыңыз.
енді бір делік жақсы бір мақала немесе жобаны іске асыру үшін ең кем дегенде мен сізге 30 мақаламен жұмыс істеуді, 30-40 мақаламен жұмыс істеуді айтар едім. Сондай бір кеңес берер едім. Дегендей 20-30 шақты мақала таптыңыз. Енді бұлармен не істеу керек? Әрине, PDF-тері бар. Керек оларды чат GPT бас, бірақ ең жақсысы оларды бір-бірлеп жаңағы жүктеп резюмесін жасап алу. Иә, ол мақалалардың бір қысқаша жаңағы файл жасап, жаңағы 30 мақаланың түйіндемесі бар бір файл жасау өте маңызды. Және бұл екінші промпт соны көрсетеді, соны мысалы жасауға көмектеседі. Бұл промпттар да мысалы жаңа айтып отқандай кішкене күрделі, тексерістен өткен, яғни біраз бұларды тексергенбіз. Яғни былай көріп тұрғаныңыздай ережелері бар. Және бұл жерде ереже жазғанда да көңіл бөлетін нәрсе, көбірек жазып қойсақ түйіндеме де басқаша болады. Сәл азырақ жазсақ кішкене жаңағы галлюцинация, фальсификация, андай сырттан да информация сияқты кіріп кетуі мүмкін. Сол үшін мысалы делік бұл мен бір мақаланы нетейін, мына жаққа жүктейін, жаңағы тақырыпқа қатысты. Бұл open access мақалалар, жүктеп жатырмын. Мысалы мақаланы жүктейсіз, соны сізге түйіндеп береді. Және түйіндегенде де белгілі бір ары қарай қолдану үшін қолайлы түйіндеп береді. Мысалы сіз тек қана былай жүктеп маған түйіндеп бер десе, бұл басқаша. Мына жерде source information бір бөлік дегендей, одан кейін методологиясы, одан кейін нәтижелері дегендей, және де бұны параграф ретінде, абзац ретінде жазады. Былай немес список емес, басқа бір тізім емес. Неге десеңіз, оны ары қарай сіз жаңағы әдебиетке шолу, немесе теориялық негіздеме, немесе жаңағы нәтижелер талқылау бөлімдерінде мақаланың немесе диссертация неге қолдануға қолайлы. Неге сіз делік 20-30 мақаланы осылай түйіндеп бір файлға жазсаңыз, одан кейін ол файлмен жұмыс істесеңіз, онда ол жаңағыдай әдемі нәтиже береді және де қателеспейді. Және мына жақта source information бар. Мындайларды мындай бір қызықтар бар, әрине, мен ол жақта жазам. Мындай түйіндеме жасағанда чат GPT-ден гөрі Gemini-ді қолданған дұрыс. Яғни мен кейбір жерде осылай айтып тұрамын. Неге десеңіз, әр платформаның өзінің бір жаңа кімдігі бар десек те болады, идентичності бар. Чат GPT жазғанға жақсы. Ол жазуға, альтернатива ұсынғанға былай соған көмектеседі, креатив кішкене жағы бар. Gemini бір инженер сияқты, ол нақты орындайды. Өтірік көп айтпайды, нақты орындайды. Сол үшін осындай нелерге жаңағы түйіндеме жасау, басқа сол сияқты анализ, дата анализ дегендегі оларға жалпы Gemini жақсы. Негізі тегін версиясы да қолдана беруге болады. Біраз жақсы нәтиже береді дегендей. Мына жақта қазір екеуінің арасында айырмашылықты көресіз. Gemini жалпы мына инструкцияларды берген промпттағы инструкцияларды жақсы тыңдайды. Мысалы source information, методологиясы, одан кейін нәтижелері, suggestion for future research дегенде соны жақсы береді. Неге мен бұларды қойып қойдым? Өйткені ары қарай жаңағы платформамен жұмыс істеп кеткенде мысалы келесі промпттар жиынтығы дейміз, немесе бұны жаңағы басты беттен де өте аласыз бұндай нәрсеге. Аз зерттеген тұстарды анықтау деп, мысалы мен қатты неге детальдарға кетпейін, жалпы қалай жұмыс істейтінін көрсетіп жатырмын. Аз зерттелген тұстарды анықтағанда сіз жаңағы жинаған мақалалардың мына мақалалардың үстіне түйіндемесі әсіресе мынау suggestions for future research, осы тұстар қатты көмектеседі. Бұл не дегеніміз, жалпы ғалымдар әсіресе мына шолу мақалалары болады ғой, жақсы, оны тапсаңыз, ол шолу мақалаларда біраз соңғы зерттеулерді оқи тұрып, зерттей тұрып, зерделей тұрып, аз зерттелген тұстары қандай бұл зерттеулерде, келешекте қандай зерттеулер жасау керек, сол туралы жазып кетеді. Және осыған сүйене отырып, аз зерттелген тұстарды анықтап, сіздің жасап жатқан зерттеуіңіз келешек зерттеулерге қандай
жалпы үлес қосады, иә, contribution дегендей жаңалығы не, иә, novelty, соларды анықтауға көмектеседі. және де бұл жақта промпттар да осы сіз жаңағы салған файлдың негізінде сізге әртүрлі альтернатива ұсынады. яғни сіз мындай тұстар аз зерттелген, осыған көңіл бөлсеңіз болады деп там бірнеше альтернатива ұсынады, ары қарай өзіңіз жұмыс істейсіз. Оларды таңдайсыз. Кейбір мысалы кішкене сәл ары қарай өтейін, мысалы сапалық деректер немесе сандық деректер зерттеу промпттары бар. Делік сізде файл бар. Бұл жақтағы промпттар бұл жағынан тек қана промпт емес, дегендей қалай жұмыс істеу. Мысалы бұл жерде әсіресе сандық зерттеулерде анализ үшін мен өз басым мына Gemini мен Google Colab, бұл Python, негізі Python, стата бар, басқа программа бар, SPSS бар дегендей, бірақ мына жақта Pythonмен жұмыс істеуді көрсетемін мына промпттар арқылы. Сізде делік Excel'де CSV немесе файл бар, данный бар, оны жаңағыдай Gemini'ға делік жүктейсіз, мына промптты қоясыз. Мына жақта мен көрсетіп тұрғандай, мен қазір бір екі нені көрсетіп жіберейін сізге. Не ретінде, принцип ретінде, жалпы слайдтардан принцип ретінде осылай жұмыс істейді. Мысалы сіздің файлыңызды қоясыз, мысалы делік Gemini жаңа промптты қолдана отырып бұны түсінуге көмектеседі, жаңа сіздің берген мағлұматтарды. Одан кейін егер оны тазарту керек, соған қатысты код береді, егер оны анализ жасау дереу соған қатысты код береді, бірақ тек қана дереу код бермейді, ары қарай сізді жетелейді. Мысалы қандай гипотезаларыңыз бар дейді, сіз өз гипотеза жазасыз, немесе гипотеза сізде болмаса альтернатива береді. Сіз одан не етсеңіз болады, қанша делік мына данныйлардан маған осындай гипотезалар ұсын дегендей гипотезалар ұсынып береді. Және де жасаған промпттардың бір несі ерекшелігі, тек қана гипотеза ұсынбайды, неге дегендей ол сұраққа да жауап береді. Сосын сол гипотезаны тексеруге тесттер, қандай статистикалық тест жақсы, регрессионный анализ жақсы ма, корреляционный жақсы ма, анова жақсы ма дегендей, және әр рационал дейміз ғой, себептерін көрсетіп түсіндіреді. Одан кейін ол кодты жаңа Google Colab'қа, ол жақта ешнәрсе орнатудың қажеті жоқ, Python дайын тұр, орнатылып тұр, соған енгізесіз, ол сізге жаңағыда нені жасап береді, анализ жасап береді Pythonда. Мен мына жақта бұны қалай енгізу несінде видеосы бар. Енді қысқа өте, бұл жерде тек қана көрсетеді былай дыбыссыз, несіз қандай әрекеттер жасау керек дегендей. Неге Python? Тек қана Gemini'да жасай беруге болады әрине, бірақ бір жағынан Gemini'да проблема жаңағы не болуы мүмкін, фальсификация, қателесуі мүмкін. Екіншіден, делік сізде енді 100 строка болса, там ол жасауға болады, бірақ 500, 600 мың жаңағыдай данный нелер болса, үлкен данный болса, онда қиын. Ол үшін Python жақсы. Оған 10 мың ба, 1 мың ба қатты не жоқ, айырмашылық жоқ Python үшін дегендей. Ал Gemini Python үшін код жазуға көмектеседі. Код жазғанда да әр линиясын жаңағыдай не үшін екенін жазып береді. Жаңа промптта солай екен ұйымдастырылған. Сіз жаңа кодты толық түсінетіндей, былай сондай бір не бар, комментарий жазады әр линиясына, визуализация жасауға болады, түстерін өзгертуге болады дегендей, соған қарай промпт негізі жаңағыдай даярланған. Мына тексеру мәселесі дейміз ғой, жаңа промпт инжиниринг мәселесінде, және де мына этика мәселесін сақтау үшін, сол үшін промпттарды жасағанда өз басым осыған қатты көңіл бөлдім. Яғни сіз не ретінде, ғалым ретінде жиі қолданып жатқанда, код жазып жатыр ол сізге Python үшін, немесе жаңа мақалалармен жаңа жұмыс істеп жатсыз, сол кезде жаңа қадамдар түсіндіретіндей, немесе жаңа мақала іздеу үшін жаңа көрсеткенімдей кілт сөздерді қандай метод қолданып жатыр, кілт сөздерді шығарғанда, солардың барын сізге айтып тұратындай жол жөнекей. Осыған кішкене көбірек көңіл бөлдік.
Екінші жаңа этика мәселесін осыны айтып келе жатырмын ғой, бастап келдім этика мәселесіне. Жалпы платформада кейбір тікелей мысалы өзім көп қолданатын және өзіме жалпы ұнайтын өте ә, промпттар бар. Былай мысалы деймін, бір дереккөздер арқылы тұжырымдарды тексеру. Яғни мына промпт өте керемет. Егер сіз басынан мына платформамен жұмыс істеп жатсаңыз, делік сіз жаңа мақалаларды талдадыңыз, түйіндеме жасадыңыз, бір файлыңыз бар. Одан кейін жаңа жұмыс істей келе жаңа мақаланың черновик, жаңа драфтын жаздыңыз дегендей. Одан кейін мына промптты қолданып жаңа неге мысалы чат GPT арқылы промпттың жалпы несін көрсетейін. Мына жерде мындай промпт көре аласыз. Біраз не ұзақ промпттар бар. Сізден екі файл сұрайды. Жаңа мақаланың драфтын сұрайды, одан кейін жаңағы жасаған файлын сұрайды. Сіз оны екеуін жүктейсіз. Ол сізге әр мысалы жазыңыз, мысалы пәленше ғалым айтуы бойынша осылай осылай деп. Және де неде жаңағы драфтыңызда ол ғалымның жазған нелері де бар, түйіндемесі бар, сонымен салыстырады. Шынымен сіздің жаңа мына жақта жазғаныңыз жаңа ол ғалымдардың ол неде жаңағы источникте бар ма жоқ па, әр нені осылай тексеріп береді. Бұл өте негізі керемет нәрсе және жасау керек нәрсе. Дегендей этикалық тұрғыдан болсын өте маңызды. Өйткені қазір көбінесе ғалымдарда қолданатын ғалымдарда немесе ғылыми еңбектерде редакшн болып жатыр. Яғни журналда мақала шығады, бірақ кейін оны редакциялап алып тастайды. Неге? Өйткені еш болмайтын әдебиет көздеріне сілтеме жасаған. Я ондай әдебиет көздері мүлдем жоқ, я да осында бар деп жаңағы искусственный жасанды интеллект, жаңағы чат GPT басқалары бір сөйлем жазып, оған бар әдебиет көзін, бірақ ол идея ол әдебиет көзінде жоқ. Осындай көп болып тұрады, әсіресе осындай қателер, дегендей көзге көрінбейтін қателер. Сол үшін осындай промпттарды қолдану, және осы бұл тек қана промпт емес, жалпы бір жұмыс істеу принципі десек те болады бұл платформада. Солай жұмыс істесеңіз болады дегендей. Енді 100% бәлкім емес, әрдайым бұл адамның тексеру қажет, бірақ тәуекелдерді азайтады. Одан кейін кейбір мына этикаға қатысты жалпы нелер мәселелерді айтар кететін болсақ, бұған мына платформа көп көңіл бөлінген. Яғни көріп отырғаныңыздай бұл андай бір магия емес, бір сілтеп маған мақаланы жазып беретін нәрсе емес. Біраз жұмысты талап етеді, бірақ делік жасанды интеллектсіз жұмыс істесеңіз, бәлкім 6 ай кететін бір нәрсеге осы платформа арқылы бәлкім 1 ай 2 айда бітіруге болады. Яғни бір күнге түсірмейді, яғни 1-2 күнге түсірмейді, бәлкім 3 есе 4 есе жаңағыдай тиімділікті көбейтеді. Ол да жақсы дегендей. Және кейбір мысалы этикаға қатысты айта кетейін. Мысалы сапалық деректерді талдау, интервьюлер жасадыңыз, иә, одан кейін жаңағыдай транскрипт жасадыңыз. Енді бұл транскриптер тікелей жүктемеу жалпы платформаға. Мына жақта промпттар сапалық зерттеулерді жасауға көмектеседі, сапалық талдауды жасауға көмектеседі. Мен 1-2 жаңағыдай көрсетейін. Жұмыс істеу мәселесінде. Және промпттың ішінде де кейбір нәрселерді мен қойып қойдым. Не дейміз жаңағы, квадрил дейміз. Мындай маңызды ескертулер. Яғни транскриптті жүктегенде, егер сіз интервью кезінде қатысушыларға конфиденциальный болады, сіз туралы мағлұмат ешкім жарияламайды деп айтсаңыз, олай сөз берсеңіз, демек бұл транскрипттерді жалпы мынау чат GPT сияқты басқа платформаға негізі тікелей жүктемеген дұрыс. Ең маңыздысы ол жақта ол адам туралы аты, немесе ол интервью кезінде басқа адамдарға сілтеме жасауы мүмкін, немесе ұйым туралы ұйымның аты
атын атауы мүмкін дегенде интервью кезінде олардың бәрін алып тастау керек. Яғни алып тастағанда мысалы ұйымның атын айтып жатса ол жерде жаңағыдай не ретінде ұйымның аты деп квадратный скобка жаңағыдай бір немесе жақша ішінде алып қойып сөйтіп орнын ауыстырсаңыз болады. Яғни бұл жерде сіз немесе қасындағы жаңағыдай әріптестеріңіз, ассистенттеріңіз осы жұмысты міндетті түрде жүктемей тұрып жасаған дұрыс. Анонимизация дейміз, иә. Псевдоним беріп жаңағы файлға бүкіл нәрсені алып тастап одан кейін тек қана жүктегенде де енді өз басым қатты бұған көңіл бөлемін. Делік менде мысалы мына чат GPT бизнес версиясы, негізгі версия анау плас $20 болса, бұл $25. Бұл жерде тренинг жасамайды, яғни бұл мағлұматтарды алып тренинг жасамайды, яғни бұл олардың жаңағы несі политикасы сондай дегендей. Бірақ егер жаңа бесплатный версияға не жүктейтін болсаңыз, кем дегенде жаңа егер жүктеуге шешім берсеңіз, бүкіл жаңағы мағлұматтарды алып тастаған жөн. Бұған яғни өте абай болу керек. Жалпы платформада мен осындай кейбір маңызды жерде промптың өзіне енгізіп қойғанмын. Жалпы қосымша бір ақпарат ретінде қосымша бір ескертпе болу үшін дегендей. Соңғы бір айта кетерлік нәрсе, үйрену дедік қой. Үшінші мәселе, яғни бірінші слайдта айтып кеткенімдей, тиімділік туралы сөйлестік, жаңағы тиімділікті өте арттырады. Этикаға қатысты жалпы платформа осыған негізделген, этикалық тәуекелдерді азайту мәселесіне және үйрену мәселесі. Үйрену дегенде неге бұл маңызды? Қазір көп зерттеулер, енді зерттеушілерге қатысты бұл жасалмады әлі, бірақ студенттерге қатысты жасалған академиялық жағдайда, академиялық процесте cognitive offloading, skill atrophy деген қазір терминдер шығып жатыр. Бұл дегеніміз жасанды интеллект қолданғанда, яғни біз оған көп нәрсені тапсырып қойған, когнитивный жаңағыдай оған көп сүйенеміз, тәуелді болып қаламыз, немесе жаңағы skill atrophy, кейбір дағдыларын жоғалтуымыз мүмкін. Мен өзімде байқадым, мысалы бір жарым жыл көп қолданғаннан кейін бір жазғанда кейбір сөздерді ұмытып қалады екенбіз дегендей. Одан кейін соңғы бәлкім жарты жыл өзім жазып жүрген көп нәрсені, жалпы тек қана емес, қолданып жүрмін, бірақ өзім де көп нәрсені былай жазуға тырысып жатырмын. Өйткені анау скилл атропи алдын алу үшін дегендей осындай бір мәселелер бар. Жалпы қалыптасқан немесе бір белгілі бір деңгейге жеткен ғалымдар үшін, мысалы біз делік жаңа жаңалық не мен былай кішкене не айтайын, мақаланы басынан қалай структурасы болу керек, мақала жазар алдында, немесе бір жобаны бастар алдында қалай бастаймыз, бірінші шолу мақаланы қарау керек, үйту керек, бүйту керек дегендей мақаланың структурасына қатысты бір дағдыларымыз қалыптасқан дегендей. Оны біз үйрендік, докторантура кезінде, одан кейін дегендей. Ал енді мысалы біз магистрант немесе докторант алатын болсақ, әлі үйрену процесінде. Егер жасанды интеллектке көп сүйенетін болсақ, онда бұл дағдылар бізде қалыптасады ма, қалыптаспайды ма деген үлкен сұрақ бар. Осыған байланысты жалпы енді бұның да кішкене алдын алу үшін дегендей, мынау үйрену мәселесі мен осы платформаға да бір негіз ретінде қойдым. Яғни платформада курс та бар. Жалпы курс, оның ішінде жаңағы сертификат. Бұл курс мини жаңағы зерттеу методтары курсы деп айтсаңыз да болады. Алсаңыз, оның ішінде осы платформаны промпттарды қалай қолдану көрсетілген негізі. Жаңағы силабусы бар, жаңағы 5 бөлімнен тұрады. Әр бөлімде жаңағы видеосымен платформаны қалай қолдану, одан кейін кейбір мысалы мақаланың делік құрылымы қатысты қандай болу керек, немесе теория делік, мысалы сапалық зерттеулерде теорияның рөлі дегендей сол сияқты блог посттар да бар дегендей, жалпы не беретін 5 тест бар, оларды өтсеңіз жаңа сертификаттар беріледі. Мен бір мысалдарын көрсетейін делік. Жаңа видео жасау үшін осындай слайдтар дайындап, интерактивный болу үшін осылай нетіп қойған, жасап қойған. Идея ретінде тек қана жаңа адамдарға осы промпт қолданыңыз емес та, бұл жерде мен осы жаңа идеядан жарияланымға дедік қой, мысалы идеяңыз бар,
иә, көбінесе біз оның практикалық жаңағы маңыздылығын түсінеміз, бірақ жаңалық ең қиыны жаңалық. Мысалы ертең ол мақаланы жіберсеңіз, мына редакторлардың осындай сұрағы болады: уай, неге біз бұны жариялауымыз керек, бұл ғылымға қандай үлес қосады, қандай жаңалығы бар деген сұрақ туындайды. Оны дәлелдеу үшін біз ә, әдебиетке шолу жасауымыз керек. Жаңағы бұл туралы зерттеушілер, я бір жаңағындай феномен туралы, біздің зерттеуіміз келген мәселе туралы ә, не зерттелген, иә, қандай деңгейде зерттеулер, осыны анықтаймыз. Одан кейін жаңа аз зерттелген тұстар гэп көрсетуіміз керек, одан кейін өз үлесімізді көрсетеміз дегендей. Ол үшін осындай бір жолдары бар. Шолу мақалаларын бірінші оқу керек. Скопуста іздесеңіз болады. Сосын метод мейд бұған қалай көмектеседі, жалпы керек мақала табуға. Ары қарай бұл мақалады қалай түйіндеме жасау, талдау, және бұл талдау сізге ертең мақаланы жазғанда, диссертация жазғанда қай тұстарына жазуға көмектеседі. Бұл сіздің жасаған жаңағы соңғы нәтижеңіз, жаңағы файл айтқан проблем стейтментті қалай жазу. Жазғанда да белгілі бір стратегиялар бар. Там бірінші жаңағы әдебиетке сүйеніп, осы мәселе туралы мынандай зерттеулер бар, мындай, бірақ осы аз зерттеген тұстары бар, бұл мақаланың несі, үлесі осы деп, кәдімгі бұл тек қана мынай жалпы менің емес, мысалы делік жаңа айтып ғой, платформа кішкене үйренуге де негізделген. То есть тек қана жаңағы жасанды интеллект қолдану емес, бұны қолдана отырып, әсіресе бұл жаңағы докторанттарға, жаңа бастап жатқан жаңағы зерттеушілерге өте андай меніңше пайдалы болады. Мына жақта кейбір нелер де бар. Мысалы Майлстың еңбектері зор, керемет зор. Делік соларға да сілтеме бар. Не дейміз, бұл жақта стратегиялар, коммуникация стратегиялары. Яғни тек қана бұл еңбектің өзінде мысалы керемет жазылған, қандай гэптер бар, одан кейін біз оны мақаланың ішінде, өзіміз жазған мақалада қалай жеткізуіміз керек. Мынау именно тілдік лингвистикалық ретінде, жаңағы коммуникация стратегиясы ретінде дегендей, олар да бар. Осындай жақсы, енді бұл еңбек бәлкім бірнеше мың рет цитата бар бұл еңбекке. Керемет еңбек негізі. Осыларға сүйенеді. Және бұл жақта ой, кешіріңіздер, мына жақта курста да осылар туралы кішкене айтып кетемін. Ары қарай мысалы сандық зерттеу, сапалық зерттеу сөйтіп кете береді. Жалпы курс өзі бір зерттеу методология курсы сияқты қабылдасаңыз болады. Екіншіден, бұған осы платформадағы промпттарды интеграцияланған, яғни қалай қолдану, оның да бір несі жаңағы көрсетеді. Осы промпттарды қалай қолданған дұрыс. Яғни жалпы түйіндеп келсек, платформа бұл бір промпт инжиниринг ережелеріне сәйкес тексерілген промпттардың жиынтығы, немесе кітапханасы десек болады, имрат бойынша жүйеленген. Және қосымша осы промпттарды қалай қолдану жаңағы курста бар, және курстың өзі бір методология курсы ретінде жасалған дегендей, негізгі бір түйіндемейтін болсақ, енді әрине бұл белгілі бір еңбек, үлкен еңбек дегендей. Осыған қатысты мына тарифтерді көрсеңіз болады сайтта. Кварталға 3 ай $29, там жылына $99. Бұл тек қана жалпы Қазақстанда емес, неге доллар неде, бұл халықаралық платформа негізі. Бірақ мен қазақ тіліне, орыс тіліне аударып қойдым. Негізі ондай басында ағылшын тілінде жасайын ба деген, бірақ дегенмен бір сұраныстар болды университеттен, басқа нелерден, сол үшін қазақ, орыс тіліне де аудардым. Промпттардың өзін аударған жоқпын, өйткені оны бәрібір ағылшын тілінде жұмыс істеген дұрыс. Ары қарай жалпы қазақшалау, орысшалау қиын емес, жаңа айтқанымдай. Бірақ несі, жалпы мына курспен толық өту үшін негізі $99 бір жылға, бір адамға. Немесе мысалы гранттық топ болуы мүмкін, немесе өздеріңіз бір топ болып 5 адам жазылуға да болады дегенде. Әр адам өзінің аккаунты болады, олай да жазылуға болады. Қазір кейбір университеттермен де жұмыс істеп жатырмын. Университет жазылып бүкіл ППС-ке доступ беру, бірақ ол енді ұзақ мәселе. Университеттермен нету, олар бюджетке кіргізу дегендей.
Олар ұзақ мәселелер, уақыт алатын мәселелер. Дегенмен осындай бір тарифтер, курсына тарифте бар, мына тарифте курс жоқ, тек қана промпттар кітапханасына доступ бар дегендей. Немесе жаңа қысқа видеолар, олар қолжетімді осы тариф бойынша. Жалпы осы, мен қазір кейбір сұрақтарды түсіп жатыр, соларды бір қарап жіберейін. Жаңағы запиське қарай, запись жарияланады. Жаңағы Facebook лайвта бұл болып жатыр. Қателеспесем, мына жақта жүріп жатқан болу керек. Сол жақта болады, болмаса онда ол жаққа да қойып қоямын бөлек. Так, бір сұрақтарды қарап жіберейін. Рахмет. Иә, промпт текстілерін, кейбір промпттар, жаңа көрсеткен кейбірлері, олар тегін доступта негізі бар. Бір екі промпт жаңағыдай тексеру үшін, көріп көру үшін дегендей, жалпы қандай сапасын өзіңіз тексеріп көрсеңіз болады. Былай да көрсетіп кетейін, негізі жаңағы не ретінде көрініп тұру керек негізі. Мына жақта қазақ тіліне немесе орыс тіліне барсаңыз, мына жақта тегін деп жазылып тұрған екі не бар. Сол жаққа кіріп тексеріп көрсеңіз болады өзіңіз да, осыларды алып қалай жұмыс істейтінін дегендей. Ал қалғандар әрине үлкен еңбек, бұның ақылы доступ дегендей. Так, ары қарай ссылкалар жіберемін. Ол немес. Презентацияны да бөлсем жақсы, оны да қойып қоямын. Жеке осында имейлдеріңізге жіберемін. Так, студенттермен жалпы так, енді бұл көбінесе бакалавр студенттерден гөрі магистрант докторанттарға немесе жаңағы зерттеушілерге жалпы. Енді мен өзім ассоциат профессор, промпттарды қолданамын, өте көп қолданамын, менің коллегаларым қолданады. Ал қазір платформаға жазылғандар арасында жаңағы Британияда да бар, жаңағыдай бұлар публикация жасайтын профессорлар, бірақ қандай неге тиімділікті арттырмау, бір мақала орнына 3 мақала жазуға болады дегендей ғой. Ондай адамдар жазылып жатыр. Сол үшін білмеймін, енді бакалаврларға бәлкім қатты пайдасы болады, бірақ аздау болуы мүмкін. Көбінесе докторанттарға. Онда кездесу ұйымдастыруға болады, иә. Дайынмын, егер шақырып нетіп жатсаңыз, уақытын белгілеп, иә. Немесе сіздің университетіңізде арнайы осыған ұқсас семинар жасай аламын, ол да болады. Так, вот имейлдеріңізге жіберемін. Чатқа жібере аласыз ба презентацияңызды? Сол чаттан ала салатын едік. Чаттан ба? Жақсы. Соны тамаққа жіберейін. Сайттың несін қосып дегенде, чатқа дереу нені сайтында тұрып күндерге сразу баса салатындай. И чатқа да презентацияны қазір жіберейін. Қайрат мырза, сұрақ қойса бола ма екен? Иә, қоя беріңіз. Қайырлы күн, әріптестер, өте пайдалы презентацияңызға рахмет. Сіз жаңа айттыңыз ғой, ChatGPT-дің сіз бизнес версиясын пайдаланамын деп. Яғни өзіңіздің жазған драфт мақалаңызды жүктеген кезде, мысалы мендегі қорқыныш, ол сол ChatGPT-де қалып кетпей ме, және кейін ол мысалы Turnitin сияқты платформаларға тексеріске түскен кезде плагиат болып, AI қолданған болып шықпай ма, және жалпы идея ұрланып кетпей ме деген мәселе тұрады, және сол үшін біз ондай драфтты салмаймыз. Промпт арқылы кейбір нәрселерді тұрғанымыз болмаса, сол жағын кішкене кеңірек айтып бересіз бе? Иә, мен өз басым жаңа бизнес версиясын қолданамын. Негізі Пласта да ондай бір мүмкіндік бар. Бұл жақта нені өшіруге болады, тренингке қолданбау дегендей. Яғни не бар, настройка бар. Бизнес версиясында ол по умолчанию негізі тренингтерде қолданылмайды, өйткені олар компаниялар үшін арналған. Кейбір компания ішкі документтер жаққа жүктеледі дегендей, сондай
бір не үшін көптеген университеттер, мықты университеттер, мысалы мен мына жақта University of Melbourne мен жақсы араласам, олардың өздерінің жеке платформалары бар. Жаңағыдай чат GPT-лермен келісіп өздері жеке серверлеріне қояды, солай жұмыс істейді. Олар енді не дейміз, тәуекелдер аздар ондай платформаларда. Енді ықтимал бар, яғни төрінтіне шықпайды, шығу ықтималы өте аз, жалпы ондай бір минималды риск Turnitin қатысты. Басқа біреу идеяны ұрлап алу, ол да қиындау негізі. Жалпы мындай бір нәрсе, жаңа сіздің айтып жатқандарыңыз негізі бір не бар. Бұл жерде негіз бар. Рискті өзіңіз енді не дейміз, мойныңызға аласыз бұл жерде. Не деймін, әртүрлі болады ғой бір жағдайлар. Мысалы әсіресе дәрілерде болады. Енді не жағдайларда белгілі бір ауырған кезде немесе бір екіқабат болған кезде білесіз ғой, жаңа неде жазылып тұрады, егер рисктері жоғары несі бар, бірақ пайдасы көбірек болса, онда қабылдауға болады дегенде ғой. Бұл жерде солай есептейсіз. Яғни пайдасы бар болады, бірақ рисктері де бар. Егер пайдасы жоғары болса, бәлкім деп, мен енді өз басым сондай бір не бар. Риск бар, иә. Әртүрлі нәрседе онлайн бір нәрсе шыққанда, оның тәуекелдер рисктері бар. Бірақ кейде пайдасы оның көбірек, сол үшін тәуекелге барамыз. Бұл жерде бірақ өте маңызды сіз айтқан мәселе, этикалық тұрғыдан. Мысалы мен өзім журналдың да бас редакторымын, Көксоған кіретін журналдың бас редакторымын. Біреудің мақаласын жүктемеу. Мысалы мен рецензент болатын адамдарға да айтатын, бұл әртүрлі көп айтып жүрмін бізде. Біреудің студенттердің еңбегін, басқа әріптестердің еңбегін, рецензияға келген мақаланы чат GPT басқа нелерге жүктемеу, ол бір табу, ол табу дегендей. Өзіңіздің еңбегін ол жаңа авторлармен немен келісіп, ол сіздің неңіз, ал біреудікін жүктеуге болмайды. Оған енді не 100% жаңағыдай табу. Жарияланған еңбектер басқа. Жарияланған еңбектер басқа. Олар көбінесе open access, немесе open access болмаса да, бұл AI платформалар, оларға қолжетімділігі бар дегендей. Олар көбінесе дереу дата hungry дейміз ғой, олар мағлұматтарға прям андай қатты жабысады. Қандай бір жаңа мағлұмат болса, оларды сатып алады ма, нетіп алады ма, жаңағыдай. Олар базаларында бар. Ол жақтан енді жарияланған дүниені қайттан жүктеуге мен проблема көп тұрған жоқпын негізі. Бірақ Жақсы, тікелей рахмет. жазылса болмайды. Сізге рахмет, өте керемет сұрақ. Мен так, бұл жақта Фейсбукты да қарап жіберейін. Барлығыңызға қайырлы күн. Қайрат, Қайырлы менде күн. бір сұрақ. Енді Мгм. Көксонда бас редактор болсаңыз, менде мынадай сұрақ. Мысалға, чат GPT қолданылған деген сияқты пайызын көрсетеді екен да мақалаларды жіберген кезде. Енді былай ғой, біз көпшілік енді мәліметті чат GPT-ге салып мақалаларды оқыған кезде де ол жақта ол нәрсе жатталып қалады да. Ал біз енді соны мақаламызда қолданған кезде сөз бар, сөз тіркесі бар. Соны біз чат GPT-ден алғандай болып тұрамыз да, уже солай оқылып тұрады ма? Қалай болады ол? Біз қалай күресеміз сол нәрсемен? Жаңағы чат GPT-ден қолданылмағанын қалай дәлелдей аламыз ол нәрсені? Парафрейзинг жасаймыз мақұл. Сонда да ол сөз тіркесі деген ол қалыптасып қалған сөз тіркестері болады ғой мысалға. Ол чат GPT-ге еніп кеткен болса, сол деп көрсетіліп тұрады ма? Енді бұл жерде қазір былай айтайын сізге. Плагиат, антиплагиат мәселесі, енді Қазақстан көп журналдар қолданып жатыр, шыны керек, дегендей. Мен кейбір мысалы техникалық әріптестерімді қазір өткенде біраз мақалаларды қайтарып жіберген жағдайлар болды, бірақ мен кішкене неттім бұған араласа өткені. Қазір бұл меніңше антиплагиаттар кетеді, олардың заманы өтті, антиплагиаттардың заманы. Неге десеңіз, Turnitin болсын, жаңа басқалар болсын, олар біле алмайды кім жасаған. Оларда андай чат GPT-мен тікелей доступтары жоқ. Сол үшін олардың жасаған нелеріне, нәтижелеріне кішкене абайлап қарау керек. Көп журналдарды қазір мындай бір қатты бір нелер жоқ. Similarity rate там 50% қайтарып жіберу дегендер. Қазір жиын маркерлері бар өзінің. Жасанды интеллекттің маркерлері дейміз ғой, көрсеткіштері. Жасанды интеллект қолданды, қолданбады. Оны мысалы мен тез көремін.
өзім мысалы бас редакторлық жасап жатырмын, көптеген мақалалар келеді. Андай кейбір көзге түсетін анық маркерлері бар. Оларды білеміз, тыныс Иә, белгілеріне иә, қатысты деген ұзақ белгі, сияқты, анау мынау дегендей. тұтастығына қатысты, иә. Одан кейін андай маркерлер бар, жазу стилі, қорытындылау, керексіз қорытындылау дегендей, қайталану, немесе кейбір не дейді жаңағы бар өзі бір, мысалы мен өз қолданатын адам ретінде постоянно көріп тұрасың ғой, чат GPT саған не береді, одан кейін оларды өзгертесің, андай біз берген нәрсесін мақалаға шығармайсың ғой, өзгертесің, өңдейсің, қайттан қоясың дегендей, андай make sense болады. Ал тек қана чат GPT-ге сүйенген неткендер андай дәл make sense болмайды, ана бір мағынасы жоғалады, бір жерде көрініп тұрады, ол көрініп тұрады дегендей. Енді жасанды интеллект деген күннен күнге дамып жатыр ғой, ол нәрседен енді қайта одан сайын дамымасақ құтыла алмаймыз деген нәрсе ғой. Мысалы Гонконгтан профессорлар, Малайзиядан профессорлар университетке келді, ол кісілер айтады, идея менікі ғой дейді. Ең бастысы идея менікі, сондықтан мен ол чат GPT арқылы сөйлемді құрастыра аламын дейді. Оның ішінде менің идеям бар екені көрініп тұр ғой дейді. Онда тұрған не бар дейді мысалға. Енді мына Elsevier не басқа кейбір журналдардан баспа үйлердің нелері бар, саясаттары бар. Делік ол жақта былай айтады, enhancing text, яғни you can use for enhancing text. Иә, соны айтып жатырмын. Нені жаздыңыз, кейде мысалы біз қазір жазғанда кейде неге мен айтатын, бұрын қолданғанда грамматика андай мындайға көңіл бөлмей тез жазып, идеяларды жазып, одан кейін чат GPT оны әдемілеп береді, қолданатынмын көп дегендей. Бірақ жаңа нені байқадым, скилл атропи байқадым да, қазір кішкене өзім жазуға тырысып жатырмын. Андай кәдімгі не, өзімді қинап, бұл енді басқа деңгей кішкене, анау белгілі неден өтесіз, одан кейін не, қайттан қолмен жазайыншы кейбір нәрселерді деп, енді бәрін болмаса да кейбір тұстарды толығымен өзім қолдан жазып, одан кейін әрине чат GPT тексеріп аласың редактор ретінде, бірақ анау атрофия болмау үшін дегендей, ол мәселе бар. Этикалық жағынан ол болады. Андай бір не жоқ. Журналдардың өзі, баспа үйлердің өзі бұған не бермейді. Не дейміз жаңа, enhancing text болатын нәрсе. Сондықтан да ғой шетелдік ғалымдар мысалға жылына 10 мақаладан жазады. Ай сайын бір мақала, олар зерттеуді жүргізіп, сол жаңа enhancing text деген сияқты тексті оларға жаздыртып алады. Ол нәрсе оларда қалыпты нәрсе. Ал бізде ол нәрсе қалыпты. Әртүрлі стратегиялар бар. Қайрат мырза, сізге көп рахмет. Өйткені бұл шын мәнінде қомақты жұмыс. Өйткені мынандай көлемдегі промпттарды, яғни оған қажетті барлық ақпарат жан-жақтан осындай платформа жасау, негізі ол үлкен еңбекті талап етеді, және ол қазіргі заман талабы. Мен соны айтқым келіп отыр. Осы жерде менде бір мынандай сұрақ туындап отыр. Сіз айттыңыз ғой, жаңағы платформа, ол open access форматындағы көбіне мақалаларды қамтиды, және скопуспен жұмыс істеуге ыңғайлы деп. Мен мынандай сұрақ қояйын деп ойлап едім, жалпы мына доступ мәселесін шешіп бере алады ма платформа? Өйткені өзіңіз де білесіз ғой, өйткені мысалы кәдімгі жасанды интеллект платформаларына егер біз мысалы мақаланы өңдеп бер деген мысалы запростар жіберетін болсақ та, ол көбіне мен мынандай жаңағы халықаралық базадағы мақаланы қарап бере алмаймын дейді. Яғни Method Made платформасында ол мәселе қалай екен? Енді жалпы платформа ретінде бұл жақта көбінесе промпттар ғой. Промпттар бұл процесте көмектеседі. Жаңағыдай, әрине open access, мен жаңа open access деген не, көбінесе open access мақалаларды жүктеп жатырмын деген сөз, копирайт жоқ, open access жүктеуге болады, сол үшін кішкене қолдандым. Мақалаларға доступ бермейді, әрине. Бұл жерде мақалаларға доступ бермейді, ол үлкен мәселе, қолжетімділік. Мен өз басымда мысалы бұған қатты қиналатын мәселе, мақалаларға доступ. Өз басым көбінесе шетелдегі әріптестерді қолданамын. Достарымызды, әріптестерімізді. Бізде дәл сол практиканы қолданамыз, немесе бұрынғы университеттің доступтары дегендей. Сондай әйтеуір бір басқа жолдармен аламыз. Соны ойлағаным ғой, мысалы егерде кейде бір запростар жасаған кезде, мысалы осындай мақалаларды қарастырып бер, я болмаса SSCI индекстары бар деген сияқты сапалы ғылыми журналдардағы мақаланы қарастырып бер десе, яғни енді мен өзім жасап көргем, жасанды интеллект
Gemini болсын, жаңағы чат GPT болсын, олар ондай запросты біз орындамаймыз дейді. Яғни бізде ол халықаралық базаға доступ жоқ деп қысқа ғана қайырады да. Сосын ойлағаным ғой, мүмкін сіздің жаңағы платформаңыз осы мәселені шеше ме екен деп, қалай сол Менде бір идея бар, бірақ оны кішкене іске асыру үшін сәл не керек? Ресурстар нелер? Бір форум жасау платформада, сәл кейінірек, сәл адам жиналғанда бір форум жасап, осындай ғалымдар арасында, мысалы маған осындай мақала керек еді, біреу жазады, екіншісі бұған көмектеседі, бәлкім сондай бір не жасамасақ. Ондай форумдар бар негізі, осы жерге де бір қосып дегендей. Сондай бір не жоқ емес, идея жоқ емес, бар. Бәлкім солай бір шешу жолын, бірақ дәл қазір емес та, бір алдыңғы уақытта, иә, бұл үлкен мәселе. Сосын мен түсінгенім бойынша платформа промпт арқылы запрос енгізген кезде сіз айттыңыз, жаңағы сандық деректермен де жұмыс жасауға көмектеседі, бірақ ол өңдеп бермейді, иә? Яғни қалай өңдеуге болатынын, қалай анализ жасауға болатын жолдарын көрсетіп береді, иә? Иә, және код береді. Және код береді. Код жазып береді, иә? Питонға код жазып береді. Және не үшін екен, және қалай линияларға жаңа не береді, как его, объяснение береді әр кодтың несіне. Солай жасағанмын. Неге десеңіз, өйткені жасанды интеллектте анализ жасау кішкене емес, әсіресе андай үлкен данный болса, ол нетіп қалады. Өзінің бір не бар, лимиті бар ол жерде. Мысалы, Gemini 1 миллион токен дейді, жаңағы ChatGPT 200 мың токен дегендей, нелері бар, лимиттері бар, сол үшін андай. Оны питонда басқа платформада жасаған дұрыс анализін өзін. Бұл соған көмектеседі, соған код береді. Түсінікті. Сосын жаңағы сіздің платформаңыз құрылымдық модельдармен PLS-SEM арқылы алгоритмдармен жұмыс істейтін, олармен оған келген жоқпыз, бірақ менде мындай бір не бар қазір. Мысалы, жаңа бизнес ресерч ғалымдары, одан кейін математиктер қазір шығып жатыр. Олар былай нетіп жатыр, мына платформаға біз өз промпттарымызды жаңағыдай қосымша, бизнес ресерчта жаңа айтқан PLS не модельдер бар ғой, медиатор, үлкен кішкене қолданатын математикада басқа structural модульдарға керек та? Structural модульдарға дегендей, соларға прямо курс, и может промпттарды нелерді қоямыз деген немен шығып жатыр, қосымша. Қазір олармен сөйлесіп жатырмын мен. Алдағы уақытта сондай бір не бар. Олар қосымша бір аз бір неге, мен айтып жатырмын оларға, давайте бір мына маркетплейс жасайық, аз ақшаға, кейде бар, $20, $30 қойып қойыңыз, промпт қасында қалай нету дегендей, тұрай берсін. Жалпы Smart PLS бағдарламасы, PLS-SEM осы модельдеу арқылы жасалатын ғылыми зерттеулер негізінен сапалы ғылыми журналдарда олар көп кездеседі да, осындай модель арқылы жасалған зерттеулер. Сол үшін егер де сіз осы функцияны қосатын болсаңыз, жаңағы сіздің платформаңызға сұраныс көбейеді. Негізі қоссаңыз өте күшті болатын еді. Кішкене стратегиям осындай болып тұр. Өзім қазір мысалы систематик литератураны ары қарай жалғастыра беремін. То есть платформа қазір статик емес, динамик бұл. Ары қарай блоктарды қосам, жалпы жаңағы ары қарай систематик литература кейбір нәрселерді қосай беремін. Жазу, әртүрлі мақалалардың стильдері бар, түрлері бар, оларды қалай жазу, соған қатысты промпттар, оны қосай беремін. Ал мына мысалы бизнес ресерчта жаңағыдай structural equation modeling жақсы қолданады, математикада былай, неде басқа дегендей, оларды мен жаңа ғалымдармен жұмыс істеуге ашықпын. То есть оны жақсы білетін ғалым, то есть мен бәрін жаса алмаймын ғой өзін. Олар жасап, мен платформаға оны қосай беремін дегендей. Сосын бір нені етеміз. Сондай бір модельді қарастырып жатырмыз, сөйлесіп жатырмыз сондай ғалымдармен. Соны жақсы білетін, қолданып жүрген ғалымдармен. Сәттілік сізге онда, керемет, жақсы. Рахмет көп. Рахмет. Сосын жаңа енді мындай Фейсбукта да мен кейбір сұрақтарды көп тұтынды. Жалпы қиялдан шығарған мәліметтер, біраз не дегенде, шынымен, егер жаңа мен неге мына платформа ұсынып жатқан бір себебім, көп ғалымдар, көп адамдар жалпы әсіресе ғылымда қолданғанда жасанды интеллектті бас тартады. Неге бас тартады? Шынымен жаңа қиялдан шығаратын мәліметтер береді. Мен жаңа көрсеткен бір промптты, мысалы чат GPT керемет промпт инженеринг бойынша инструкция бар, керемет берілген, өзінде кішкене қиялдап кетеді. Ал Gemini қиялдамайды дегендей ғой. Gemini де қиялдайды, бірақ оған да жаңағы промпт жақсы жазылу керек. Промпт инженеринг өте маңызды. Сол кезде қиялдау тәуекел ихтималы бар, бірақ андай енді жоққа жақын дегендей, жоққа жақын. Соны түсіруге болады. Және бұл тек қана промпт емес, система солай болу керек. Жаңағы мен айтқандай мақаланың шолуларын жасайсыз, түйіндемелер жасайсыз, солармен жұмыс істейсіз ары қарай.
ол бір структурамен сол кезде енді бұны нөлге жақындата аламыз. Бұл бір промптық мәселе емес, бұл жаңағыдай дейді, бір жүйелі бұған көзқарас, жүйелі түрде бұны жасау, ол кезде ол кезде жақсы жұмыс істейді. Ол кезде жақсы жұмыс істейді, бұны тексеріп жұмыс істеп жатырмыз. Сондай. Ағай, саламатсыз, бір сұрақ қояйын. Әрине. Ағай, менде, андай, Исмаил университетінде оқып жатырмын, и бізде үй тапсырмаларын береді ғой, сосын біз жүктейміз, сосын бірінші плагиатқа тексеріп, именно тюнингнен тексереді да. Сөйтіп бір күні ағай маған жіберді, сенде антиплагиат. Получается, тюнингде екі нәрсені тексереді екен. Бірінші плагиат үшін тексерді, ода нормально шығады, и одан кейін EI бойынша тексереді, и содан менде 56% шыққан. И ана жерде репортында кәдімгі көрсетіп беріп тұрса, и мен ол кезде негізі EI-ді именно қолдандым, жаңағы не үшін, перевод істеу үшін. Мен жаздым ғой, енді өзінің сөзі ондай дұрыс ұнасын, концепті алып, жаңағы сөздің бәрін көшірмей дейді. Мен максимально тырысқан тұғым. Сөйтіп соның барлығы не болып шықты, EI болып шықты. Енді мендегі сұрақ, сіз статьялардың бәрін ағылшынша жазған кезде қандай да бір андай граммар тексеру үшін бір не платформаларды қолданасыз, и олар енді шыны керек, мен Коксон журналдарына жібере алдында тексерем. Өйткені сол жақтан көбінесе коммент келеді. Мықты журналдарға, мысалы, peer review мықты журнал жіберген, оны тексермеймін. Өйткені ол жақта тексереді, бірақ олар тек қана теңге сүйене отырып нәтиже шығармайды. Бұл неге байланысты? Негізі қазір тейін неге сүйеніп, мына адам, мына студент EI қолданбады деген меніңше дұрыс емес. Бұл университеттің саясатындағы проблема. Неге десеңіз, мындай антиплагиат платформалар, сіз жақсы жазсаңыз, тексті өзіңіз жақсы жазсаңыз, ол оны EI деп шығаруы мүмкін. Бірақ кішкене қателермен жазсаңыз, ол сіздің текст деп жазып келеді. Қазіргі мәселе сол, антиплагиат платформалардың проблемасы сол. Қатемен жазсаңыз, EI емес, әдемілеп, жаңағыдай ереже бойынша жазсаңыз, EI деп айту ықтималы өте көп. EI болмаса дағы, мысалы, кейде сондай бір проблема бар. Сол үшін енді мен көріп жатқаным қазір, мысалы, мен айтатым ғой, университет өмірмен жақсы жұмыс істейді, олардың жаңа нелермен. Бұларда саясатында қазір, әсіресе академиялық саясатында EI-ді наоборот, мындай форматив ассессмент дейді, студенттерге наоборот қолдануға, мұғалімдерге де форматив ассессментте EI-ді қолдануды жалпы қолдайды. Мысалы, делік, мұғалім нені береді, рубриканы береді, студент оны жүктейді, өз assignment жүктейді, EI оған фидбек береді, сосын студент ол фидбекті талдап мұғалімге көрсетеді, соған баға алады. Формативный ассессмент, формативті бағалау. Бірақ суммативті неге келгенде, мысалы, делік, эссе жазу не сияқты, оны көбінесе кабинетте жасаңыз дейді. Кабинетте қалам немен. То есть формативті EI-ді қолдансаңыз, қолдауды наоборот қолдайды, жалпы дегенде, суммативніде кем дегенде 40% па, не EI-сіз болу керек деген бір саясаттары бар дегендей. Енді бұл әр универдің несі, басқаша. Әріптестер, мына жақта біраз сұрақтар келіп жатыр. Платформа ақылы, жаңағыдай тегін бірнеше нұсқа бар, немесе кейбірлер жаңағыдай тегін subscription'ды, жазылымды талап етеді, бірақ негізі платформа ақылы. Яғни бұл үлкен еңбек, және де бұл қазіргі осылай статикалық платформа, әрқайдан бұған уақыт керек, бұған басқа айтатын ғой, ғалымдар қосылады дегендей, сол үшін бұл ақылы платформа. Бұны жаңағыдай неде де көрсеттім, тарифтерін көре аласыз, тариф деген страницасы бар, негізі ақылы платформа. Сайттың өзінде жаңағыдай мынау нелерін көре аласыз, ақыларын. Группамен де қосылсаңыз болады. Және де слайдты мен бөлістім. Слайдтың соңында да бір не бар, промокод бар, 25% жеңілдік бар. Мына промокодпен метод 25 деп тіркелгенде жазсаңыз, онда 25% жеңілдік те бар. Атақ негізі ақылы платформа, Сұрақ қойса болады ма? Қайрат мырза, саламатсыз ба? Мен Айсұлу Молдабекова боламын. Сұрайын дегенім, біз мысалы әдебиетті
әдебиетті жинағанда осы жастар түрлі докторанттар AI платформаларды өте көп қолданады, алады. Бірақ сонда мен айтатыным, бірінші Web of Science Scopus'тағы топ 10-20 авторды тауып алыңыз деймін, мысалы. Сол топ 20 автордың еңбегін алыңыз, солармен танысыңыз. Одан кейін самый цитируемый 20-30 еңбекті алыңыз. Сол еңбектердің астындағы еңбектерді алыңыз деп ауызша жаңағы промпттар айтамын да, осылай соны өзіңіз жинап, қолға деректер жинағаннан кейін өзіңіздің библиотекаңыз қалыптасады. Сол библиотекамен ары қарай жұмыс жасаңыз деймін да. Сол мынау сізде бұл Scopus'қа көрсеттіңіз, ал Web of Science'тан отбор бар ма, немесе осындай отборға бір тщательный, детальный промпттар керек сияқты, сол жағын қалай шешесіз? Осы ол жаңа Айнұр ханым да айтып өтті, бұл Open Access'пен ғана ғой қазір AI-дың бәрі жұмыс жасайтыны. Ал Open Access ол конференц мақалалар болуы мүмкін, самый лучший мақалалар емес та. Бұл сол бірінші сұрағым. Екінші сұрағым, мен өзім ойымдағы біздің жүрген нәрселер ғой. Осы әлеуметтік ғылымда, әсіресе AI мен ғылым жасау, ғылымды қолдану, бұл қаншалықты ертең мынау ғылымдағы оригинальность дейді ғой, оригинальная идея, мынау адамдардың, ғалымдардың бір шынайы өзіндік идеясын өшіріп тастамай ма? Себебі әсіресе магистр, докторанттар бірден AI промптпен ертең Open Access'пен ғалым болып кетпей ма? Сондай бір шектеу мен тәуекелдері де бар сияқты. Себебі мына бір әсіресе әлеуметтік ғылымда ақ деген ақ, қара деген қара емес қой. Сондықтан бұл жерде бір шығармашылық бір кеңістік керек сияқты да. Сонда соған ойыңыз қалай? Түсінікті. Енді бірінші сұрақтан бастайын. Платформада мен Scopus пен жаңа Google Scholar'ға негізделдім. Жаңа кілт сөздер табу, яғни көмектесу, керекті мақалаларды табу мәселесі өз тақырыбына қатысты. Scopus'қа негізделген, өйткені Қазақстанда Scopus'қа жалпы көп елдерде негізі Scopus'ың базасы жалпы баға жағынан да көп жерде қолжетімді. Web of Science сәл кішкене поэтика сәл басқаша, жалпы қымбаттау да және қолжетімділік жағынан да проблемалар бар дегендей Қазақстанның өзінде. Сол үшін мен көбінесе Scopus'қа негізделдім. Әрине Web of Science'қа да жасауға болады, оны қосамын жалпы дегендей. Бірақ әрине жаңа мақалаларға қолжетімділік мәселесін, жаңа Айнұр ханым айтқандай, жаңа сөйлескеніміздей, оны басқаша шешу керек. Яғни бұл платформа оған ақылы мақаланы сізге шарт бере алмайды. Бәлкім бір форум жасап па, соның шешім жолдарын бір келешекте қарастырамын оның дегендей. Бір-бірімізге көмектесу, біреуінде достық бар, біреуінде достық жоқ, бір-бірімізге көмектесетіндей ол жағы. Екінші мәселе, шығармашылық. Бірақ егер менің ойымша жасанды интеллект дұрыс қолданылса, біз бұл кішкене шығармашылықты көмектесуді көмектесетіндей қолдануға болады дегендей. Өйткені мысалы мұнда кейбір промпттар бар, неге қатысты, теориялық базаға керемет. Мен оны өзім жақсы қолданамын. Мен осындай зерттеу сұрақтарым бар, осындай бір нелерім бар, проблема бар. Маған қандай теориялық қолдансам деп жалпы брейншторминг жасауға көмектеседі. Және де бұрын кейде білмеген, көп оқымаған теорияларды ұсынады, қарап, ары қарай басам, промптта несі сондай, ол теорияны жайып береді дегендей. Ары қарай керемет бір не болады. Егер жақсы қолданылса, бұл тек қана шығармашылықты азайтпай, буст ары қарай оны көбейтетіндей де бір не бар, жағдай бар. Сосын үйренуге кішкене көбірек көңіл бөлдім. Сол үшін курс, жалпы промпттардың ішінде бір докторант үйрену процесіне әлі өтпеген, әлі сол процесінде болған бір докторант болсын, магистрант болсын, жол-жөнекей үйреніп алатындай көп нәрсені. Соған кішкене көбірек көңіл бөлдім. Меніңше, енді білмеймін, мен әртүрлі курстар болады ғой, методология бойынша дегендей. Мен өзім көп сабақ беремін докторанттарға методология бойынша. Меніңше жақсы болатын сияқты, былай. Плюс әсері, мен соған кішкене қарай көп көңіл бөліп жасадым бұны. Тек қана жеңіл жол емес, және жеңілдетеді, бірақ қосымша атрофия болмасын, дағдылардың атрофия емес, наоборот, дағдылар қалыптассын деген, бұған өте көп көңіл бөлдім.
Жалпы солай меніңше арттыратын сияқты. Мына жақта да кейбір сұрақтар бар. Тегін нұсқасы бар ма, немесе андай балама нұсқалары. Балама нұсқалары жоқ. Мен былай енді бұл платформаны жасар алдында кішкене не де болды енді. Дейді, бұның қоғамдық жағы бар, иә, бір идеямен бөлісу, біліммен бөлісу жағы да бар, коммерциялық та жағы бар дегендей. Өйткені біз бір нәрсеге көңіл бөлу үшін оған уақыт керек. А ол уақытты сатып алу керек. Я мен жаңағыдай ақша табу үшін күні бойы жаңағы сабақ беруім керек, я да оған көңіл бөлу үшін басқа жерден нені табуым керек дегендей, нанымды табуым керек дегендей бір зерттеу жасадым. Ондай балама жоқ. Балама академиялық жағынан да нелер бар, бірақ ол жақта андай маған мындай бөлімді жазып бер, маған жаңағы не бір 2-3 сөйлемдік промпттар бар, ол қатты және жүйелі ондай бір баламасы жоқ. Иә, оны былай сізге нақты айта аламын. Веб-кеңістікте қарастырдым, зерттедім. Сіздің платформаңыз ChatGPT-ның бесплатный нұсқасымен интеграцияланған ба, платный нұсқасымен ба дегендей. Жоқ, не, платный нұсқасы қажет жоқ бұл жерде. Мен мына промпттарды тексергенде ChatGPT 4 немесе Gemini'дің тегін версиясымен тексердім. Көбісі солармен жұмыс істейтіндей жасауға ниеттім. Андай міндетті түрде платный версиясы, ақылы версиясы болу қажет емес бұл промпттарды қолдану үшін. Яғни бұны өйткені платформа бар, оған кейін платный нұсқасына төлеу бар, ол көп шығын болып кетеді. Жалпы сол үшін бесплатный нұсқалармен жұмыс істейтіндей. Өйткені ол жерде сіз көп деген нәрсені ChatGPT-ге жұмыс етпейсіз. Бір мақаладан тексертесіз, ол бесплатный жеткілікті, немесе ол сізге тек қана код береді, бүкіл анализ жасамайды. Сол үшін андай бір жағынан результат та жақсы болады, плюс бесплатный ChatGPT-мен жұмыс істеуге болады. Ол жағы андай тексерілген олармен. Так, енді не жағынан Қазақстанда қазір меніңше кейбір университет платный 6 айға ма сондай ChatGPT edu версиясы беріледі, қол қойылды. Қазір енгізілу мәселесі бар. Бәлкім кейбірлеріңізде платный версиясына да қолжетімді болады жақын арада. Сондай бір қазір не бар, жаңалықтарда шығып жатыр дегендей. Сертификат беруді ұйымдастырса жақсы болады. Я, курстың соңында сертификат бар, жаңағыдай көрсеткенімдей. Жалпы курсты өтсеңіз, зерттеу курсын, соңында сертификатты ала аласыз дегендей. Бірақ сертификат жалпы мынау MethodMate австралийский компанияның несі, сертификаты болады. Қазақстандық енді мен қазір сөйлесіп жатырмын жалпы. Бәлкім Қазақстан бір универдің сертификатын андай повышение квалификации сияқты енгізу жағын қарастырып жатқан жоқ емеспін. Бірақ негізгі өзі платформаның жаңағындай австралиялық бір компанияның сертификаты бар. Мен өзім Австралиядамын. Қазақстан университетінде да бір парт-тайм негізі жұмыс істеймін, бірақ негізгі нем Австралияда. Барлық шамамен қаншалықты промпт бар платформаңызда? Енді платформаға егерінтетін болсақ, жалпы біраз промпт бар және көбейе береді бұлар. Егер былай қарайтын болсаңыз, introduction-ға 3-не, метод 6, 9, 12, 15, 18 бокс бар. Кейбірлерінде 1 промпт, кейбірлерінде 2-3 промпт дегендей, қазір 30 шақты промпт бар. Кейде мен мысалы өткенде нені жариялағанмын, гранты ГФ-ның алдында заявканы тексеру үшін промпттар жариялағанмын, ережелер бойынша дегендей, соны да жариялап тұрамын кейде, уақытта несі келгенде дегендей. И көбейіп тұрады бұлар. Ертең systematic literature review, шолу мақаласын жазу қатысты промпттарды қазір жоспарда. Сосын айтқанымдай, кейбір басқа ғалымдар да қосылып, олар да өз салаларында промпттарын қосып тұрады. Негізі платформа бұл не? Статикалық бұл платформа емес, ары қарай дамитын сондай бір платформа. Жақсы, сұрақтарыңыз керемет, рахмет. Так, мен Фейсбукты да қарап жүрейін. Так, жеке сабақ бере аласыз ба? Негізі болады. Бірақ мен мына неде жеке сабақ көбінесе егер мына группа, мысалы 5 адамдық группа алатын болса, ол кезде жеке сабақ бір недігі болады, жаңағы воркшоп ретінде қолдануға қатысты.
әр жеке адамға мен бере алмаймын, бірақ осындай бүгін көрсеттім. Және платформада кейбір нелер бар, не дейміз, сондай нелер, видеолар, соған қарап, бірақ негізі университет списка немесе жаңа 5 адамдық жазылымдар болса, онда қысқа воркшоп ұйымдастыруға болады. Так, жекеңізге шықсаңыз болады, иә, жаза беріңіз, жалпы ашықпыз. Сәттілік. Так, Фейсбуктағы мен нелерді, сұрақтарды қарап жатырмын, ол жақта, иә, осындай сұрақтар. Платформалар, осындай промпттарды қалай жасауға болады? Енді бұны үйрету қиын. Енді өз басым біраз курстарды өттім. Промпт инжиниринг, жаңа Coursera-да неге дегендей. Сосын тек қана ол курстар емес, енді біз былай ғой, жұмыс істеп жүрген ғалымбыз, мақала жазып жүрміз. Біраз мен енді көбінесе сабақ бермеймін, мен көбінесе зерттеумен айналысамын. Мысалы, жылына бір бәлкім 5-6 үлкен, мысалы кейде анау Қазақстан деңгейінде опростар жүргіземіз. Одан кейін мысалы 2024 жыл бәлкім мен 30-40 интервью жасадым өзім жеке, күнделікті. Одан кейін мақала жариялап жүрміз. И және осы жұмыста енді жеңілдету үшін кейде андай жасанды интеллект қолданамыз, промпт жазамыз. Ол дұрыс болмайды, қате болады, одан кейін дұрыстайсың. Бұл процесс андай үйрету қиын сияқты, бұл кішкене өту процесі. Мысалы, бұл сізге бір не болуы мүмкін. Мысалы, мына промпттарды қарап, дейік, егер оларды қолдана бастасаңыз, кейбірлерін, мен бұның жақсы жеріне ашық қой. Өзіңіз кейін өзгерте аласыз, ете аласыз. Ары қарай бір үйреніп кетуге бір жақсы бір не болады. Өзіңіздің жеке уже бір жылға жазыңыз, одан кейін екінші жыл сізге керек болмауы мүмкін да бұл дегендей. Назира ханым, иә, сатып алғандар семинар ұйымдастырсаңыз болады. Негізі мен біраз сұраныс, иә, бірнеше сұрақ келіп жатыр. Бетсек болады. Мысалы, группамен сатып алғандар, иә, семинар болады, бірақ жеке-жеке сатып алғандарға мен бетейін. Бір делік 2 апта сайын ба, мысалы, жиналады ғой, бүкіл адамдарға имейл жіберіп, сосын не болады, жаңа уақыт таңдау. Көпшілік бір келіскен жерде семинар жасап, және барлығымен сол семинардың видеосымен бөлісемін. Солай істесек болады негізі. Әркімге жеке жаса алмаймын, бірақ белгілі бір подписчиктер жиналғанда оларға міндетті түрде онда сөйтіп жасайын, семинар жасап беремін. Сондай бір немен келіссек болады. Жақсы, керемет. Біраз онда жалпы мен бір өткіз жермеген сияқпын. Так, ағылшын тілінде сен презентация бере аласыз ба? Я берейін, бірақ сәл кеңірек қоямын оны. Менде ағылшын тілінде семинарым келесі не болады, не дейміз, сәрсенбі күні, ағылшын тілінде. Сәрсенбі күні мен Фейсбукке де қазып қоямын, келесі сәрсенбі болады ағылшын тілінде семинар. Мен қазір оның сізге несінде жалпы мына жаққа чатқа жіберейін, ағылшын тіліндегі семинардың, өйткені оны да бір кейбірдеріңізге немесе жалпы әріптестеріңізге бұл не болуы мүмкін, қызық болуы мүмкін. Соны нетсеңіз болады, шақырсаңыз болады, өзіңіз де қатыссаңыз болады, ағылшын тілінде жасаймын. Біраз оған да қазір адамдар жиналып жатыр. Тек қана Қазақстан емес, жалпы Түркиядан, Индиядан, жалпы көп мемлекеттерден тоже жиналып жатыр оған. Ағылшын тіліне. Негізі мен басында платформа ағылшын тілінде жасаған, жаңа айтқанымдай. Қазақшаға жалпы енді өзіміздің еліміз, қазақша болмаса, орысша жалпы Қазақстан қолданатын тілдерде болмаса, онда болмайды деп. Мына жақта ағылшын тілін жаңа постерін жібердім, регистрация үшін. Келесі апта болады ол ағылшын тілінде. Ертең орысшасы болады. Дәл осы 4-те осыған ұқсас орыс тілінде жасаймын.
Иә, қысқа мектеп жасап жатсаңыз, жазғы мектеп басқа шақыра аласыз. Мен жалпы тек қана платформаны реклама жасамай, андай көбінесе жасанды интеллект қалай қолдану, ондай мектептерде сол туралы айтып, соңында кішкене платформаны қалай қолдануға болады тереңдеп айтып кете аламын. Андай ондай семинарларға ашықпын дегендей. Шақырсаңыз болады. Жаңағы Facebook арқылы немесе жаңағы контакттар арқылы шықсаңыз болады. Мына жаққа мен нені да берейін. Несі жаңағы Facebook платформасы, сонымен жазсаңыз болады. Өйткені маған да ол немесе LinkedIn немесе Facebook ең ыңғайлы болса, өйткені кім жазып жатқанын да бәрін көріп тұрамын, ыңғайлы. Телефон, WhatsAppпен кішкене сол жағы біраз не жеке телефонды бөліспей ақ қояйын, бірақ мына Facebook немесе жаңағы Instagramды алдына бөліскенмін. Ертеңгі болатын орысша семинардың, иә, оның да жаңа несі бар, зумы бар. Зум, иә. Facebook'те болып тұр. Facebook'те болып тұр. Қазір мына чатқа да жіберемін. Ол да ертең сағат 4-те болады. Иә, жаңағы сұрақ болды, чатқа салынған ғылыми мақала нұсқасын талдаулар нәтижесін қалай сақтандырамыз таралып кетуден. Кейін платформаға да жалпы бір блок ретінде бұны тегін блок ретінде жазып қояйын. Негізі кейбір нелерді метод да бір-екі күнде қойып қоямын. Настройкаларды, чат GPT настройкаларын, яғни тек қана сол арқылы кішкене нетуге болады. Нелер бар. Менің жазып жатқандарым, айтқандарым жаңағы тренингте қолданбасын, яғни оны алып алмасын деген бір нені, сондай бір настройкалар бар. Тек қана солай бір несі жолы. Бірақ меніңше пайыз емес бұл жерде. Бұл жерде алдын алудың ең меніңше жақсы жолы үйрету. Жасанды интеллектті жаңағыдай дұрыс қолдануды үйрету. Алдын алудың ең дұрыс жолы меніңше сол. Студенттерге қатысты болсын, бұл өзімізге қатысты болсын, қате көп кетпейтіндей, қате болмайтындай. Оны пайдаланбай, оны шынымен ассистент ретінде пайдаланып, жаңа жағдай болмайтындай. Негізі платформа идеясы да сол, соған негізделген. Сондай бір не. Рахмет, иә, толықтай келісемін. Пайыздық көрсеткіш ол антиплагиаттың өзі болсын, жасанды интеллект қолдану болсын, пайыздық көрсеткішке негізделу мүлдем дұрыс емес, оны талдау. Бірақ дайынмын. Шақырсаңыз дайынмын. Жаңа этика мәселесінде осы жасанды интеллект дегендей семинар жасап беру нетуге ондайға дайынмын. Бір жазып Жақсы, жіберсеңіз болады. рахмет. Осы алдымыздағы 2-3 апта ішінде бір ұйымдастырсақ тіпті керемет болады. Жақсы, рахмет, хабарласамын жеке. Жақсы. Жақсы. Хабарласам, мына жақта қысқа мектептерге шақырып жатыр. Қолымнан келгенше жаңағыдай нетуге тырысамын. Онда көп жалпы сұрақтар да біткен сияқты, 1,5 сағатымыз болды. Біраз адам, 47 адам мына жақта зумда отыр екен әлі, иә. Рахмет, жалпы қызығушылық білдіргеніңізге, келгеніңізге, қатысқаныңыздарға, осылай 1,5 сағат бізбен бірге болғаныңызға.